Ақтөбе қаласында жеңіс мерекесі мәңгілік алауға гүл шоқтарын қоюдан басталды. Адамзат тарихындағы сұрапыл соғысқа 122 мың ақтөбелік алынды. Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ерлігі мен еңбегі ешқашан ұмытылмайды. Неміс басқыншыларына қарсы күресте жанқияр ерлік көрсеткен жауынгерлерге қоғамның көзқарасы әрқашан ерек. Бүгін мәңгілік алау жанында ақтөбеліктерді құттықтаған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осылай деді. Екінші дүниежүзілік соғыстың табы ұрпақтар санасынан өшкен жоқ. Мәңгілік алау алдына жиналған жұртшылық жеңістің 71 жылдығын тебірене қарсы алды. Неміс басқыншыларына қарсы күресте Майдан даласындағы батырлармен қатар тылдағы мыңдаған еңбеккерлер жеңіске үлес қосты. Соғыста атылған әрбір үшінші оқ қазақ даласында құйылды. Ал жерлестеріміз Мәскеу, Ленинград, Украина мен Беларусь жерлерін азат етуде ерекше ерлік көрсетті. Бүгінгі ардагерлер арасында Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан Қошқарбаевтың ерлігін көргендер де бар. Мерекелік шара аясында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жауынгер ұрпақтың ерлігі ешқашан ұмытылмайтындығын айтты. Бүгінгі күн еңбектің, ерліктің, бірліктің, даңқтың айқындаған күні. Бұл соғыс өзінің қайғы, қасіреті, зардабы жағынан дүние жүзіндегі болмаған соғыс. Біз енді жақсы білеміз, осы соғыста 38 миллионға жуық адам қаза тапты. Соның 1,5 миллионнан астамы қазақстандықтар. Ардагерлер, тыл еңбеккерлерімен қатар зейнеткерлер мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды. Бұл күні зұлмат соғыста қаза тапқан, соғыстан кейінгі өмірді кеңестің қайнаған қазанында еңбегімен ерекшеленген аталарының суреттерін ұстап шыққан тұрғындар да көп болды. Олар өз ата-бабаларын мақтаныш етіп, келесі буынға ерліктерін жеткізу міндетіміз десті. Менің атам Ермагамбетов Ділмагамбет, соғысқа қатынасты, жеңіспен келді. Мақтаныш тұтам атамды. Екінші дүниежүзілік соғыста Майдан даласында 1,8 миллион қазақстандық шайқасты. 100 мыңдаған отандастарымыз орден медальдармен марапатталды. 500-ге жуық адам Кеңес одағының батыры атанды. 110 қазақстандық 3 дәрежелі даңқ орденімен марапатталды. Мұның бәрін жастардың санасына сіңіру ақ ұрпақтың парызы десті көпшілік. Жастарды тәрбиелеп, солардың қолымыздан келген көмегімізді өзіміздің тілімізбен, білімімізбен соларға жеткізуіміз керек. Сондықтан мына мейрамдарың құтты болсын деймін. Дендерің сау болып, отбасы аман болсын. Әр семьяда соғыс оты еш уақытта біздің заманымызда болмасын. Әр семьяға бақыт, бірлік, ауызбіршілік, татулық тілеймін. Мәңгілік алау алдындағы салтанатты шараға күштік құрылымдар мен әскери бөлімдердің сарбаздары, сонымен қатар саптағы жауынгерлер толық қатысты. Салтанатты шара патриоттық әндерге ұласып, жастар театрландырылған қойылым ұсынды. Бейбітшілікті насихаттайтын көрініс жүректі тербеді. Айгүл Байменова, Серік Әбдібек, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.